Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бұл 2-ші сынып математика пәні 43-ші сабақ, өзіңді тексер. 1-ші тапсырма. Сандарды салыстыр. 6 мен 8-ді салыстырғанда 8 артық. 6 ондық 60 болады. 6 бірлік 6. 60 пен 6-ны салыстырғанда 60 артық. 8 ондық 80 болады. 8 жүздік 800 болады. 80 мен 800-ді салыстырғанда 800 артық. 60 пен 80-ді салыстырғанда 80 артық. 60 ондық 600, 600-дік 600. 600 бен 600-ді салыстырғанда екеуі тең болады. 800 бен 600-ді салыстырғанда 800 артық. 2-ші тапсырма. Есептеуді баған түрінде орында. 63 қосу 27. 3-ке 7-ні қосқанда 10 болады. 10-ның 0-ін бірліктердің астына жазамыз. Бір ондықты есте сақтаймыз. 6-ға 2-ні қосқанда 8, ойдағы 1-мен 9 болады. Қосындының мәні 90-ға тең. Келесі 100-ден 38-ді азайтамыз. 0 8-ден кіші болғандықтан 0-ден 8-ді азайта алмаймыз. 1 жүздіктің 1 ондығынан азайтамыз. Сонда 10-нан 8-ді азайтамыз. 2 қалады. Жүздіктің 1 ондығын алғандықтан мұнда 9 қалды. 9-дан 3-ді азайтамыз. 6 қалады. Айырманың мәні 62-ге тең. 3-ші тапсырма. А нұсқасы, өрнектердің мәнін тап. 1-ші өрнекте жақшаның іші орындалады. 100-ден 25-ті азайтқанда 75 болады. 75-тен 35-ті азайтамыз. 40 болады. Келесі 1-ші жақшаның іші орындалады. 60 қосу 12-ге 18-ді қосқанда 30 болады. 60-ға 30-ды қосқанда 90 болады. Келесі 1-ші жақша, 2-ші жақша орындалады. 3-ші азайту амалы. 13-ге 17-ні қосамыз. 30 болады. Азайту 24-тен 4 азайтқанда 20 болады. 30-дан 20-ны азайтқанда 10 қалады. Келесі 1-ші жақшаның іші, 70-ге 20-ны қосамыз. 90 болады. Азайту 2-ші жақша, 15-ге 25-ті қосамыз. 40 болады. 90-нан 40-ті азайтқанда 50. Ә нұсқасы, мысалдарды шығар. 1-ші жақшаның іші, 2-ші азайту амалы орындалады. 600-ге 300-ді қосқанда 900 болады. 2-ші амал 900-ден 500-ді азайтамыз. 400 болады. Келесі 1-ші жақшаның іші, 2-ші азайту амалы. 62 ондықтан 10 ондықты азайтқанда 52 ондық болады. Одан 22 ондықты азайтамыз. 52 ондықтан 22 ондықты азайтқанда 30 ондық болады. 30 ондық 300 санына тең. 4-ші тапсырма. А нұсқасы, баған түрінде қате жазылған мысалдарды түзетіп жаз. Оларды шығар. 1-ші 38 қосу 42. Дұрыс жазылған. 38-ге 42-ні қосқанда 80 болады. Келесі 57 қосу 36. Дұрыс жазылған. 57-ге 36-ны қосқанда 93 болады. Келесі 100 азайту 65. Дұрыс жазылмаған. Бірліктің асына бірлікті, ондықтың асына ондықты жазу қажет. Сонда 100-ден 65-ті азайтқанда 35 болады. Келесі 100 азайту 54. Бұл жерде де қате жазылған. Бірліктің асына бірлікті, ондықтың асына ондықты жазамыз. 100-ден 54-ті азайтқанда 46 болады. Келесі 47 қосу 23. Бұл жерде де қате жазылған. Бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жазу қажет. 47-ге 23-ті қосқанда
70 болады. Ә нұсқасы бос торкөздің орнына тиісті санды қой. Бірінші 73 қосу 27 100 болады. 89-дан 46-ны азайтқанда 43 болады. 51-ге 25-ті қосқанда 76 болады. 100-ден 56-ны азайтқанда 44 болады. Бесінші тапсырма. Санды және әріпті өрнектер құр. Олардың мәнін тап. А нұсқасы 80 мен 26-ның айырмасынан 18-ді азайту. Бірінші жақшаның іші орындалады, екінші азайту амалы. 80-нен 26-ны азайтамыз. 54 болады. Екінші амал 54-тен 18-ді азайтамыз. 36 болады. Ә нұсқасы 65-тен 32 мен с-ның айырмасын азайту. Мұндағы с тең 19-ға. С-ның орнына мәнін қойып есептейміз. 65 азайту 32 азайту с-ның орнына 19-ды жазамыз. Сонда бірінші жақшаның іші екінші азайту амалы орындалады. 65 азайту 32-ден 19-ды азайтамыз. 13 болады. 65-тен 13-ті азайтқан 52 болады. Алтыншы тапсырма. Өрнектерді салыстыр. 38-ден 16-ны азайтқанда 22 болады. 19-ға 26-ны қосқанда 45 болады. 22 мен 45-ті салыстырғанда 45 артық. Келесі 69 азайту 38 31 болады. 80 азайту 56 24 болады. 31 мен 24-ті салыстырғанда 31 артық. Келесі 54 қосу 36 90 болады. 100 азайту 18 82. 90 мен 82-ні салыстырғанда 90 артық. 90 азайту 54 36 болады. 23 қосу 39 62 болады. 36 мен 62-ні салыстырғанда 62 артық. Жетінші тапсырма. А нұсқасы заңдылық қай жерде бұзылған? Қатені түзетіп, дәптерге өрнектер тізбегін көшіріп жаз. 1000 азайту 200, 900 азайту 200. Сонда мұндағы заңдылық азайғыш 100 санына кеміп отыр екен. Ал азайтқыш 200-ге тең. Сонда 800 азайту 200, 700 азайту 100. Заңдылық осы жерден бұзылған. Қатені түзетіп, дәптерге көшіріп жазамыз. 1000 азайту 200, 900 азайту 200, 800 азайту 200, 700 азайту 200, 600 азайту 200 болады. Ә нұсқасы қандай заңдылықты байқадың? Өрнектер тізбегін толықтырып жаз. 60 қосу 40 азайту 10, 60 қосу 30 азайту 20, 60 қосу 10 азайту 40. Мұндағы заңдылық екінші қосылғыш 10 санына кеміп отыр, ал азайтқыш 10 санына артып отыр. Тізбекті жалғастырамыз. Сонда 60 қосу 20 азайту 30 болады. 60 қосу 10 азайту 40. Сегізінші тапсырма. Теңдеулерді шеш. X қосу 27 тең 100-ге. Мұндағы X белгісіз санды анықтау үшін 100-ден 27-ні азайтамыз. X тең 100-ден 27-ні азайтқанда 73 болады. X-тің орнына мәнін қойып теңдеуді тексереміз. 73 қосу 27 тең 100-ге. 100 тең 100-ге. Келесі теңдеу 72 азайту Y тең 46-ға.
y мұндағы белгісіз санды анықтау үшін 72-ден 46-ны азайтамыз. Y тең 26-ға. Y-тің орнына мәнін қойып, теңдеуді тексереміз. 72 азайту 26 тең 46-ға. Теңдеудің екі жағы да 46 тең 46-ға.